Қарапайым америкалық тұрғын сотталған сериялық өлтіруші. Анасын жауыздықпен өлтірген, тағы 12 адамды өлтірген үшін кейіннен түрмеде отырып, бас бостандығынан айырылғаннан кейін 600-ге жуық кісіні өлтіргенін мойындаған кім және ол қайда? Оны видеомыздың барысында білетін боласыздар. Ал біз видеомыз басталмас бұрын сіздерден видеомыздың астына пікір қалдыруыңызды сұраймыз. Бұл біздің каналымыздың дамуына үлкен әсер етеді. Ендеше ыңғайланып отырыңыздар. Біз видеомызды бастаймыз. Генри Ли Лукас, Вирджиния штатының Блэксбург қаласында 1936 жылы 23 шілдеде кедей қара жұмысшылар отбасында дүниеге келген. Ол 10 жаста толар кезінде ағасымен алысып, көзіне зақым келіп, бір көзінен айырылған. Бала кезінде досы Лукасты қорқынышты, жантүршігерлік қылықтарын көре отырып, аяусыз бала деп сипаттаған. 1949 жылы желтоқсан айында Лукастың әкесі маскүнем Андерсон Лукас үйге мас болып, қарлы боран кезінде көшеде құлағаннан кейін гипотермиядан қайтыс болды. Көп ұзамай 6 сыныпта жүргенде Лукас мектепті тастап, Вирджиния арқылы үйден қашып кетті. Ол өзінің алғашқы өлтіруін 1951 жылы 17 жасар Лаура Бернслиді жыныстық зорлық-зомбылықтан бас тартқаннан кейін өлтірген кезде жасады. Оның анасы Виола жезөкше болды. Ол ұлын клиенттермен жыныстық қатынасқа түсіп жатқан кезінде көруге мәжбүр етті және оны көпшілік алдында шешінуге, содан кейін оны ер адамдармен де, әйел адамдармен де жыныстық байланысқа итермелеген. 1954 жылы 10 маусымда Лукас Ричмонд пен оның айналасындағы Вирджиния штатында ұрлық жасады деген 10-нан астам айыппен сотталып, 4 жылға бас бостандығынан айырылған. Одан ары 1957 жылы қашып шығып, 3 күннен кейін ұсталып, 1959 жылы 2 қыркүйекте босатылды. 1959 жылдың аяғында Лукас өзінің қарындасы Опалмен бірге тұру үшін Мичиганның Текумсе қаласына барды. Шамамен сол уақытта ол түрмеде отырғанда хат жазысқан ғашығына үйленді. Лукастың анасы Рождествода оған барған кезде ол ұлының қалыңдығын мақұлдамады және ол өсіп келе жатқанда оған қамқорлық жасау үшін Блэксбургке оралуын талап етті. Ол бас тартқан кезде олар қайта-қайта ұрсысып жатты. Бұл дау 1960 жылы 11 қаңтарына дейін шиеленісті. Лукас пен оның арасындағы ұрыс анасының қаза болуымен аяқталды. Лукас Генри қылмыс туралы өз сөзінде: "Менің есімде, мен оны мойнына тигізген сияқты едім, бірақ содан кейін мен оның құлағанын көріп, оны ұстап алмақшы едім. Бірақ ол еденге құлап үлгерді. Мен оны көтеру үшін барғанда оның қайтыс болғанын көрдім. Содан кейін менің қолымда пышақ бар екенін байқадым және ол қанға бұлғанған еді." Әпкесі Опал кейінірек оралып, анасын тірі, бірақ қан бассейнінде тапты. Ол жедел жәрдем шақырды, бірақ ол тым кеш келді. Полиция ресми есебінде Лукастың анасы шабуылдан туындаған инфарктыдан қайтыс болды деген мәлім жетті. Лукас көп ұзамай Огайо штатының Мичиган бұйрығымен қамауға алынды. Ол анасын өзін-өзі қорғау мақсатында өлтірдім деп мәлімдеді, бірақ оның өтінішін қабылдамады және 2 дәрежелі кісі өлтіргені үшін Мичиганда 40 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. 10 жыл түрмеде отырып, түрменің толып кетуіне байланысты 1970 жылы маусымында босатылды. Кейінірек Лукас 600-ден астам адамды өлтіргенін хабарлады. Ол 3000-нан астам іс бойынша тергеуге алынды.
ол ұсынған дәлелдердің шындыққа сәйкес келгені аз. Оның мойындауының негізінде 4 баянды фильм түсірілді. 2001 жылы 12 наурызда сағат 11:00-де Лукас 64 жасында жүрек жеткіліксіздігінен түрмеде қайтыс болды. Бұндай жауыздығымен есте қалған адамдар біреу-ақ емес. Ал біз сіздерді фактілермен таныстырудан шаршамаймыз. Видеомыз өз мәресіне жетті. Каналымызға лайк басып, видео туралы өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыздар.